Өфө қалаһына 450 ел 31 августа зор байрам планлаштырылған. Ошу оңайдан популяр музыкант Башкортостанның атқадыған артисі Захир Зайнетдинов, яна Зайнетдин 1 июньдан 31 августқа текілем аднахана бір ер ижат етіп, клип төшіру мақсатын қойды. Бұл yüklәмәне атқарып сығарамы, юқмы көз көрер, әгер қойған планын үтей алмаға неме болыр екенін деген сұрау менен қызыққандырабыз. Зайнетдин. Хайырлы ерте. Хайырлы ерте. Қайғы бір артистар еліне 2 өз ер ижат ителер де, қуанып дик йөридер. Әхин өдіңе бүтінлей башқа хайматлық мақсат қойған. Несек бұл идея? Бәлкі шулайдыр, кімдіңдір өсін ол бек башқа хайматлық түгіл. Менің өсін енді ол бірінсінен яй етуіменен 1 июнь отырдым да ойлайым. Байыл яй ветінде 31 август боласақ зор юбилей, Өфінің юбилейі. Әмнен мен Өфі өсін яқшы неме әшлей алам деп ойлайым енді. Мен артист. Ең яқшы менің хүнәрім қаласын, ол нендейдер бір ердар жатытау, нендейдер бір күйдер ішлау, клиптар төшіру. Мен ойлап отырдым да, Рустам Гизатуллинмен как раз біргелеп сөйлесіп отырайынық. Шундай башқа ой келді. Нешләп, бұна 31 августқа төклем, яңы ердар ижат етіп, адына хайын яңы ер сағарып, әменде адына хайын Үфінің бірай мотор орынында клип түшіріп, әр бір ерға именно Үфілі түшірге деп ойлаймын. Үфінің бірай мотор орынында клип түшіріп, шоны кішілерге көрәтмәт кәтіп ойлап беріп, шындай мақсатынан башлап бердік яңы бір флешмобты. Аллаға шүкір, бүгін эфирдан соң мен енді тышқа сығасақ, онда мен егеттер көтелер, һәм яны тағын бір клипті түшіресек бүгін. Темек эш бара. Эш бара, Аллаға шүкір. Ейін бідгілі қыды ұсыр өйтінді кімдердір дингізге ялайтерге бара, кімдердір бісен саврық қайтылар. Амна ғайлан бұл мақсатқа несек қараны. Мәселен, қатының айтмен, Захир, мен дингізге барғым келі, әхін ердар ежетті әхін деп. Мен ейгіхін ішлерге ярдам. Шептір шулай, көбірәк қышқыхын, январ айдарында ялту менге істіліңдерек. Ейгіхін дейдеріне шындай энергия, шындай мотор, табиғат, яшелік, қояш. Шындай вақытта ішлемей атағын сегінде ол. Шуға мен тек атматқа, өдеме шындай флешмоб ойлап сағардым да, еще немәхе. Әгер де шул флешмобты мен өте алмағам, өйімдің подписчикларыма әйттім енді. Әд менге ойлап сағарыға бір айындай задание. Әм шуны мен өте есәкпін. Әгер де келіп соқмаға енді. Мәселен, налыс побриться деген көк. Түрлі задание бұрға может. Хам өдемәлі қыдық. Бір не бетінде ол? Қорқыттырмай ма? Стимул бере бетінде ол. Қорқыттырмай, но екінші ақтан ялқалған пятматқа бір нейінді. Ялқауланып кетен ойлайын. Так, мен бетелі кішілерге айттым, өдінің тұры қарақ деп тұрағында ішлей башлайын. Афарин, хин ғыммен өдің іш кешіхің, Захир, мен хini білем. Хәм аднахана бір ері ядахың, хәм бүгін мұна шулай клип түшіріхің бетінде, кімдер мен бірге ішлейхің, әлі мұна тышта егіттер көтетейінің? Аднахана бір ері яду, ол еңілгіне әйтәң, еңіл көгі ол. Ол ері ядуғына түгіл бейт, ол хүдер өлеп сағарак, күйін өлер керек, арынжырфқан ішлер керек, оны яддырыр керек, шынан оның фото түшіп, обложканы ішлер керек, бүтін площадкаларға халыр керек, клибін түшірі керек, клибін монтируды керек. Хәм ішлей башлахан, бір аднасына көпкіні іш тұры келейінді. Командама кегенде, менің команда бек зор, ердар бойынса мен Рустам Гизатуллинмен бірге ішлейім, менің саунд-продюсер Рен Старк, Ренат Омуткожин, Ильнар Ганиев, Октава Рекорд студия хәмінен бірге хәзмәтләші кетәбет. Клипмейкердар олар Эмиль деген егет, Денислам деген егет, әменде менің өзімнің команда, менің концертін директор, администратор, бүйістерін біргелеп бейелабыз да, ойлап сағарабыз да, бірге іштәбет. Мұна әлі бірін сәйерің әдір бітінді, әдірек кіні хөйлеп өтіп кетәл неме тұрағында ер.
һәм кем тураһында? Беренче ердә мин беренче июнь алдым уже. Хәзер икенче ердә эшләйм. Икенче ер. Беренче ердә мин Тамыр студияһы менән бергә йырланым. Ул ердә инде без Тамыр менән бергә концертка тип эшләп сыгаргайнык, клибын да төшердек һәм беренче июнь мине күрһәттем. Икенче ер ул ердә түгел, көй. Ниндидер бер корайда уйнайм, кумада уйнайм. Еще минең бер ни бар инде. Проблема дип әйтәм микән. Көйләремә, йырдарыма исем таба алмыйм. Бана киләһе клип төшерәсәк, көйемнең исеме юк. Нимә дип атарга икән дип белмәйм. Шул аркалагын әле һаман да мин теге музыкаль площадкаларга һалмаганмын. Әлеге мәлдә бана көйін ядабыз ул. Исемен уйлап идем, минең өчен ниндидер бер шундай бер проблема булып тора инде. Вот. Нимә турында? Ул шундый бер дәртле, шундый рухлы, ниндидер бер бейтә торган тәһмдә була, шундай рухты күтәрә торган бер көй инде. Менә әдрәк кенә илһам турында һөйләп китәле. Нисек, кайдан илһам алаһың эшләр өчен? Ой, илһам дигәндән ул кадак нимә бит илһам? Сөнки илһам килгән өчен кешенең башы буш булырга тиеш. Теге әгәр дә һин көн буе проблемалар менән йөрәһәң, теге төрле сәбәпләргә нык реагировать итеп, теге көйүп янып йөрәһәң, әлбәттә теге вдохновение диләрендә ул килмәйсәк. Илһам килгән өчен әдрәк кенә кеше бала күк булырга тиеш. Бала күк уйларга тиеш. Менә бала караганда ул һәр вакыт нимә уйлай, шуны һөйләй бит инде ул. Һәр бер нимәгә куана. Менә мин дә шундый состояниегә инер өчен студияга киләбез, шаярабыз, анекдоттар һөйләшеп алабыз, төрле уендар уйнап алабыз, шуннан тышка сыгып йөреп алабыз, төрле видеолар карап алабыз, шуннан күбрәк табигатькә сыгырга яратам мин. Һәм дуслармен үткәргән вакытта шайтып теге күңелле итеп вакыт үткәрһәң, нидер бер идеялар килә башлай. Яхшы кеше менән һөйләшһәң дә идеялар килә. Шуны шулай итеп илһам алабыздар, наверное. Заһир, мин һиңә нык ышанам. 31 август һинең һөҗүмтәләреңне көтеп калабыз. Бөтә Башкортостаннан хөрмәтле телевизор караучылар интернет селтәренә инеп күзәтегез Заһирды.